Бұл сән үйін құрылғаныма 27 жыл болыпты. Осы жақында ғана 25 жылдығын атап өткенбіз. Сол уақыттан бері кішкене басында 2-3 машинадан басталған, 2-3 машина, одан кейін ұлттық біз дәстүрімізді нығайту үшін, ұлттық дәстүрді көтеру үшін, рухани жағынан байыту үшін осы Қарағандыдағы ең бірінші ашылған мекеме деп өзімді есептеймін. Қазақтың дәстүрін жаңа ғана дамытып келе жатқан кезет, сол кезде мен осы сән үйін аштым. Содан бері осы ең бір оюлы, әрине қазақтың шапаны, бөркі, камзолы, бешпенті, солардан бастап біз тіге бастадық. Ең бірінші біздің көріне бастағанымыз осы салтанат ансамблімен 99 жылы Болгарияға баруымыз. Сонда біз өзіміздің фольклорлық костюмдерді көрсеттік. Фольклорлық фестиваль болған кезде сонда қазақтың оюын, қазақтың дәстүрін сол жерде ең бірінші көрсеткен болатынбыз. Қазақтың ұлттық киімдерін осы Сәкен Сейфуллин театрында, Кеншілер театрында сонда біз өзіміз соны демонстрация жасап, коллекция жасап, қазақтың киімі қандай болу керек, оның ішіндегі қазақтың оюы қандай болу керек, оны қай уақытта кию керек, соның бәрін сонда көрсеттік. Балалардың киімдерінде көбіне де біз қошқар мүйізді қолданамыз, өйткені ол біздегі мынау орталық Қазақстанды байлықты көрсетеді, сонан кейін молшылықты көрсетеді деп енді. Содан кейін қыз бала болса гүл, мысалы, соны бәйшешек гүлдері, мысалы, тюльпан, сол гүлдерді қолданып, сол кішкентай балаларға өзіміздің киімдерімізді тіге бастадық. Аққу ансамбліне біз көп костюм тіктік. Сондағы костюмдегі оюлардың өзі әрқайсысы ерекше. Арқасазы ансамблі Қали Байжанов атындағы филармониядағы осы Тәттімбет оркестрінің киімдері осы біздің Нұрасем шеберлерінің қолынан шыққан. Ең бірінші рет біз 2000 жылы бастап едік сол костюмді тігуді. Сонда 120-130-дай костюм тіккенбіз. Ол костюмдерді әлі де олар киіп жүр. Оюлары қайталанбайды. Хан шапан дейді. Ол хан шапанға мысалы біз шексіздік деген оюды енді сұрау бойынша жапсырамыз. Өйткені оны кестелейміз, тігеміз. Оны мысалы шексіздік деген оюдың өзі, ол мысалы біздің еліміздің даңқы арта берсін, халқымыздың сол ханның енді даңқы арта берсін дегенде, ол мысалы ол оюларды мендер кезінде мысалы Шыңғыс ханның шапанынан, Абылай ханның шапанынан соны көрген едім. Рухани жаңғыруда, рухани байлықты ары қарай дамытуда Нұрасем кештері деген клуб аштық. Ол клубта біздің өзіміздің бір шама 60 шақты адамымыз бар. Солар сол кештерде мысалы Абай кешін өткіздік, одан кейін Сәкен Сейфуллинге арналған кеш, Шәмші Қалдаяқовқа, Нұрғиса Тілендиевқа арналған кештерді жеке-жеке өткіздік. 93 жылдан бері бір 100 мыңнан астам костюм тігілген шығар деп ойлаймын. Бір жылда 2000-ға жуық костюм тігеміз.